баланың аяқ киімін түнде ит алып кеткен ғой, мот алу ғой арман. Соған жету үшін тырысу ғой. Бізде әкесі келіп басын жерге төрттіретіп, қан шығарып. Сәлемет тұрдыңыздар ма? Ардақты біздің оқырмандар, көрермендер. Бұлар Жол Ашар ақпарат орталығының түсірілім алаңы әрине. Біз мына Жол Ашар ақпарат түсірілім тобы қазір Алматы қаласындамыз. Алдарыңызда болсын Сүйбақыт Әлібұлы. Елге келіп еңбек еткен егейлер деген тақырыппен желіде сұхбат хабар түсіріп жатқандарымыз білесіздер. Бұдағы біздің мақсатымыз осы елімізге келіп еңбек етіп жатқан әр саланың жетекші мамандар, кәсіпкерлермен сұхбат жүргізу арқылы осы кейінгі жас ұрпақты еңбек сүйгіштікке баулу. Енді бүгінгі біздің қонағымыз осы 20 неше жыл бойы аяқ киім саласында мықты сауда жасаған, тіпті осы Қытай қазақтарының ішінде, 3 миллион қазақтың ішінде осы аяқ киім саласына төңкеріс әкелген десек болады. Осы саланың жетекші мықты маманы бүгін біздің сұхбатта Ысқақ Смағұлұлы. Осы ағамызбен жалпы осы сауданың жайы, аяқ киімді қалай таңдап аламыз? Мен мына жастарға қайткенде кәсіптенуге болады. Кәсіптің қыр-сыры туралы біраз сырға қанығамыз. Бұйырса, соңын неше күн көріңіздер, жалғап таратыңыздар. Біздің мынау YouTube-тағы, TikTok-тағы, Douyin-дағы каналдарға тіркеліңіздер, жақсы пікір лебіз жазыңыздар. Сонымен саға, енді сіз осы аяқ киім саласында негіз жағынан Қытай қазақтарының ішіндегі алғашқылардың бірі болып келдіңіз. Төңкеріс жасады деп айтып жатырмыз әрине. Ақжол аяқ киім деген үлкен маркаменен. Ол өзі Қытайда қазақтар бірақ біле жер-жерден 70 дүкен ашылды. Ол жақтағы біз де анық білеміз. Ал енді осы аяқ киім саласына, осы салада бір ақтаңлақ толтырайын деп арнау жоспар жобамен келдіңіз бе? Жоқ, әлде осыған бір ақша табайын деген бір кездейсоқ бір кезігу ма? Аса құрметті ағайындар, саламатсыздар. Біз осы 2007 жылдан бастап Ақжол бренд маркасын жарыққа келтіріп, ең тұңғыш рет қазақ брендін Үрімжі қаласында бастадық. Одан бері қаратай міне 19 жыл болды. Бұл аяқ киімді баста біз енді жас кезіміз болды. Бренд марка шығарсақ бір енді атақ абырой деген ойменен. Бір жағы осы салада мен 10 жыл аяқ киім ауылда, 10 жыл аяқ киім саттым, жемісін көрдім. Ауылда өзім аяқ киім тігіп, сосын біз Үрімжі қаласына барған кезде өте үлкен Диван қалқара аяқ киім базар деген базардан біз енді затап тұрамыз да. 25 қабат неше мың бренд бар. Біздің енді қазақ бренді жоқ та ол жерде. Сосын осы бренд жөнінде бір достарымыздан ұғыстым мен енді басқа ұлттың мықты брендтерін істеп атқан ұйғыр туысқандарға сол кісілерден енді сөзіміз жетеді. Осы бренд істесек қалай болады? Бізде 3 миллионға жақын қазақ бар, 3 аймағымыз бар, бір облыс, 2 автоном район бар. Осы жаққа бір аяқ киім брендін істесек қалай болады дедім. Марка таныту керек болып отыр ғой, мен өзім енді ауылда енді аяқ киім саласында өзі 90% халық менің аяқ киім сапалылығы, өзім тігемін, дизайны, жобасы бәрі өзіміздікі болғаннан кейін өте өтімі жақсы, сұранысы жақсы, халықтың қолдауы болды. Енді біраз кішігірім енді ауылда бір бизнесімізді өзіміз кішкенеден үлкейтіп, жаңағы өз магазиндарымыз, өзіміздің базарда орындарымыз болып, кетті енді ауылда алдыңғы орынға қатарға шықтық. Өзді енді бала кез. Сосын кісілерден сұрасақ, өте қиын, сендердің істеп кете алуларың қиын. Өте көп ақша кетеді. Оданша сендер аяқ киім саласына бұл үлкен базарға кіргенше ауылдардың аяқтарын сата берсеңдер болды ғой дейді. Біздің аяқ киімді алып сата берсе жаққа апарып дейді ғой. Болды ғой дейді. Сосын ой келді, неге істемеске, бір көрейік, жығылсаң түйеден нардан жығыл дейді. Тәуекел. Сосын брендімізді алып, жаңағы ішкі өлкелердің үлкен фабрикалар дүние жүзіне тігіп жатқан Гуанчжоу, Вэньчжоу қаласы дейді. Өз жерлерге бару арман болатын. Сосын ауылдағы туыстармен, әке-шешеміз, әпеке, бауырлармен ақылдасып едік. Олар барма, сен құрайсың, Үрімжіде нең бар, осы ауылдағы тұрмысың өте жақсы ғой. Күніне енді біз ол кезде 2000 юанда 1500 юан ақша тауып тұрмыз. Ол үлкен ақша. Ол кезде 90 жылдарда үлкен ақша. Осы күніме де шүкір деді. Бірақ
енді сол енді жастығымыз бір жағы мына бізде бір бренд болмаған себепті не болса болсын тәуекел бір көрейік деп жұмыс бастап содан мына ішкі өлкеге бардық. Ішкі өлкеге барған кезде біз енді мына негізі біз ауылдан аттамаған адамның ой санасы ауылдан аспайды дегендей жаңағы біз құдықтың түбіндегі бақа екенімізді білдім. Сол Үнжу қаласына бірінші рет барып мен 4 ай тұрдым, бірақ араладым. Енді өз жерде нешінші жылдары сол алғаш барғаныңыз? 2007 жылдары. 2007 4 ай араладым. Аралықта кейбір үлкен бренд заводтарға кіріп жұмысшы болып өзім енді өнерім аяқ киім тігу ғой. Кірдім, көрсеттім, істеймін дедім, істеймін. Bir ай істейсің, bir ай айлығың мынша деді. Тиісті қаражатым, тамақ жатағымды тауып алып кейде 10 күн істеп кетемін. Сөйтіп әр жерде өз ішіп жем жатақ қаражатымды тауып сосын 4 ай базар араладым. Сол кезде енді дүние жүзіне жер шарына тігіп жатқан үлкен брендтер, үлкен базарларды көрдік. Сосын өте қызғынды болып, сосын қайтып келіп біраз ақша топтап қайта бардым. 6 ай тұрдым. 6 ай тұрып 2008 жылы 1 жыл 10 ай деген кезде осы брендтің бір Ақжол бренд дегенде қазақша әртүрлі үлгі басылдық, mesela ой өрнек басып әртүрлі ұлттық ой өрнек. Мынандай балалар аяғы десек, мына өзі бір үлгі ғой. Мына бір аяқ киім. Оған кіттей ой өрнек түскенде бұл тіпті әдемі көркем болып шықты. Осы сияқты бір 30-40 түрлі көп емес бір аяқ киімдерді әкеп базарға салдық. Базарға салған кезде халықтың көзқарасы бізге өте бұлар не істей алады, біздің қазақтан да бұндай бренд істеп дұрыс жұмыс істей ала ма деген сияқты біздің көптеген қаридарларымыз келеді, бірақ бізге сенбеді. Содан 2 жылдай 3 жылдай енді бізде ешқандай саудада болған жоқ. Негізі жаңа ауылдағы дүкендеріміздің жүріп тұрған ақшасын сол қалада соны істетіп тұрдық 3 жылға шейін. Содан біз мына Шинжаң телевизиясының жаңа 8-ші арнасында бір үлкен реклама өзің сияқты жаңа қалай аяқ киім істедің, қалай бренд шығардың деген кезде мен осы аяқ киімде 10 жыл аяқ киім сатып ауылда 10 жыл аяқ киім тігу арқылы бір тал қаридарым алса да сапалы аяқ киім шығарып үшін міне осыншалық 3 жыл ізденіп тырысып келе жатырмын. Осы брендімді шығардым деген сияқты жаңағы тәжірибеңізбен бөліскен екенсіз ғой, иә? Телевизияда бөліскен кезде біздің әр аймақ аудандардан бізде 30 қанша дүкен сол күні телефон ұрып 30 қанша дүкен ашылып кеткен екен ғой, міне жарнаманы. Сосын ол кезде енді біз оған зат жетістіре алмаймыз ғой. Қаржымызды аш, және ертесі ойланып әр кісілердің нөмірін бірден жазып алдық та біз бұл кісілерге сіздер біздің брендті сату үшін бізге 30 мың юан 3 жылға закалат қоясыздар. Сосын біз сіздерге әрқандай баладан тартып үлкен кісілерге шейін түз түрлі аяқ киімді біз сіздерге қай уақыт, қай секунд, қай минутта бізде даяр болып тұру керек складымызда. Осы талабымызға қосылсаңыздар бір ауданға бір бренд аяқ киімімізді береміз дедік. Сосын бұның ішінде 20 қанша аудандағы кісілер қосылып, сосын маған жаңа 600 қанша мың ақша қалтама түсті. Жаңағы $100,000 ғой. Сол ақшаны қайта сол күні келді, бір күн таңертеңмен қайта бұрын пойызбен барып жүрген. Сосын самолетпен бардым, жаңағы өзім көрген заводтарға барып сол жерде өз көзіммен қарап отырып, бұлар мысалы аяқ киімнің табаны, жаңа бізде енді былай түсіндіру керек. Мәшинені жақсы біледі, біздің қазақ кісілер. Мәшиненің дөңгелегінің бренд дөңгелектер жаңағы $200, $100, $50 деген сияқты бұл аяқ киімнің табаны жаңағы өзінің сапасына, дәрежесіне қаратай, бұның шыдамдылығына қаратай бағасы бөлінеді. Кейбір базарларға барсаңыз арзан болады, өнен кейінгі орта базар болады, өнен қымбат базар болады, өнен өте үлкен жаңағы шаңшаңдар деген немене дейміз? Үлкен ерен базарлар. Үлкен базарларда ол жаңағы $100 жоғары, $200 жоғары, соның сапасына қаратай әр нәрсенің өзінің бағасы болады. Кейбір кісілер, мысалы, мынау ұрпақ сабақтастығы болады. Мысалы, арғы-аталары етікші болған, бір етігінің өзін бір құратқа сатқан мықты, жаңағы сондай шебер ұсталар болған. Содан жалғасқан бір ұрпақ сабақтастығы болады. Болмаса өзіңіз кішкене күннен осындай жаңағы
ерінбеген етікші болады деген секілді осындай табандылықтың арқасында келді ме? Сіз осы жаңағы етікшілікке алғаш етікті өзім тіктім дедіңіз 10 жыл бойы ауылда. Соған қалай келдіңіз сонда? Ол не қызықтырды? Әретте көп адам өзі назар сала бермейді ғой. Дұрыс айтасың, ол өте дұрыс. Бұл енді біздің ауыл енді мына Шинжаң бойынша ең кедей ауыл. Қағыр, Мейнам, сулық жер жоқ. Ерекше. Қайсы ауыл? Жылқының Қарасу деген. Қарасу ауылы, Ол жер бұрын Мейнам болды. Мысалы, бізде өнен кейін біздің әкеміз қызметте болды да, бізде бір му жер, жаңағы семьялық орнымыз да жоқ. Сосын кейін аралықта біз мектепқа өттік, бірақ оған қаржы жоқ, оқи алмадық. Сосын осы сауданы талдауға бекідім. Мен көптеген сауда істедім. Жаңа астық саудасын істедік, жаңа тері дейміз, жаңағы тері алып сату, сақ саудардың бәрін істеп көрдік. Бізді алдыда тәрбиелейтін адам жоқ, бәріне зиян шығып отырды. Бізде енді о жақта енді негізі ол кезде қазақ кісілер сауда істемейді, ұйғырлар, құйзулар негізі алдыңғы орында тұрады, бірақ олар бізге ештеңені үйретпейді. Жаңа зиян тарту жағына қаратады. Мысалы, әкел дейді. Әкел, мынаның біз сенің düz ойыңды аламыз, жақсы әкел дейді, әкелсек баға түсті дейді, жаңа зиянына беріп қайтамыз ғой. Сиыр әкел дейді, біз анау таудан 5 күн 6 күн іздеп жүріп, ең семіз сиырларды алып, әгілердің ауылына, Құлжа қаласына алып барған кезде, ой, мынаны тері түсті, баға түсіп кетті, алмаймыз дейді, біз қайда апарамыз, оны алып шығып кетудің өзі қиын әуре, сосын көптеген зияндар тарттық. Әртүрлі саудалар істедік, елік істедік, бәрін істеп көрдік, содан қайта ауылымызға келіп, осы бір күні біздің бір туысты баласы үйге келді. Таңертең сонымен жаңа Құлжа қаласында Қорғаста әртүрлі жұмыстар істеп жүрген кезде, әлгі баланың аяқ киімін түнде ит алып кеткен ғой, бір тал аяқ киіммен қалған. Сосын жаңа біздің ауданнан базардан іздесек әлгі аяқ киім 200 неше юанда. Біз енді сол кезде Қорғаста жүрген кезде ол аяқ киім 60-70 юандық аяқ киім. Сосын маған ой келді да, мынандай тұрса, біз өз кезінде бір Қорғасқа апарып, 60-70 юаннан апарып, 10-20 юан пайдасына сатып едік қой мынаны деген ой келді да, сосын мен азырақ 1000 юан ақшамен жаңағы Құлжа қаласында Жуңясшан дейді, ол кезде жаңағы Үрімжідегі Биянжаң деген, Биянжаң дейміз, Шүй дейміз, ол жаңағы Құлжа қаласында Жуңясшан дейді, сөздерге барып, мен жаңағы 1000 юандық аяқ киімдерді алып, күздің күні болатын, жаңағы базарға кеп салдым 1000 юандық аяқ киімді. Әкеп салдым, салған күні 800 юан сауда саттым, 800 юандық зат менің қолымда тұрды, кешке есептегенде. Сол кезде менің әкемнің айлығы 600 юан. Сонда мен тапқан айлы бір күндік кірісімнің өзі 600 юан болды. Жаңа 1600 болды ғой. Оны 1000 юаннан шығарып жасам 600 юан пайда. Өте қызғындым, соғын ұйықтағам жоқ, таңертең ертеп, көз ілгем жоқ, және Құлжаға түстім де, жаңа 800 юандық алып келіп, ертес Дүйсен базар деген, және бізден 100 километр жерде базарға, соған оның ертесіне үлгіртіп, Дүйсен ма, Сейсен базарға зат үлгіртіп апардық. Күздің күні, ол кезде бізде негізі күзде базар болады, мал сатылады, егін сатылады, елдің қолында ақша бар. Әгін апарып едік, жаңағы 1000 юан затымыз сатылды, 2000 қанша юанның заты және қолымызда тұр ғой. Содан қызғындым, сол 3 жыл аралықта мен дүкен аштым. Дүкен ашатын кезде жаңағы кеншегім, бізде кеншек алып алғаннан кейін 2 жыл, 3 жылдан кейін жасау береді ғой. Бізге 4000 юан жасауын беретін болды. Мен кеншегім айттым, 6000 юан ақша жидық. Біз бір дүкен ашуымыз керек, 10 000 юанмен Үрімжіден зат алып келуіміз керек. Мына 4000 юан ақшаны жасау, mesela бингви алады, телевизор алады, оны ендігі жылы мен одан сапалысын алып беремін. Келешегіміз үшін аламын десең ал, бірақ сен үйде отыруың керек, бала бағып. Мен көбінде затқа жаңа Құлжаға барам, Үрімжіге барам, мына дүкеніміз жақсы болып келе жатыр. Мына дүкенге де сөйлестік, дүкен алып отырмыз, дүкеннің 1 жылдық арендасы 300 юан ол кезде. 1 жылдық маяқысы. Деп сөйттім, ода бірден қосылды, сонымен 10 000 юан ақшаны белімен байладым да дүкеннің жаңағы брендін ысқақ құрма аяқ киімдері деп қойдым. Сосын Үрімжіге тұңғыш рет 10 000 юан ақшамен барып, 98 жылы 10 000 юан ақшамен бір жеті жүріп, 10 000 юанның затты ол кезде складтан салуды білмейміз, автобустың шопырларын қонақ қылып жүріп, автобустың астына басып,
орындықтардың астына қойып таң атқанша ұйықтамай, оның ішінде 40-50 адам жатыр ғой. Оны ұрланады ғой. Соны аңды тіктіріп отырып, бірінші рет сөйтіп бастағанбыз, шүкір. Содан халықтың, бірақ негізі қырым аяқ киім саттым, бренд аяқ киімдер саттым. Осылай келген екенсіз. Бір аяқ киімнен 20 юан пайдасына сатамыз өзі. Сосын сөйтіп жүріп күніне 200 аяқ киімге 2 жылдан кейін күніне бізде 200-де 100 аяқ киім сатылатындай дәрежеге дейсіз ғой. Ол кезде біздің ұлтымыздың азаматтары негізі жағынан саудаға толық кірмеген кез, бейтаныс сондай ғой. Үрімжіден зат әкелді десе, үрімжіге барып келді десе, ол бір қаһарман секілді ресейді бізге. Тосып отырады. Үрімжіге кетті. Аман келе ме келмей ме деген секілді. Аман келе ме келмей ме, заты келе жатыр деп, зат келгенше қаридар магазиннің алдында неше дүз адам тосып тұрып, соң келеді. Таласып алып кетеді, ақшасын толық жия алсақ жидық жимаған әкеліп жатады. Неше жүз адам бәрін дүниеде тамшы кез ғой, керемет. Енді кейін содан кейін содан Ақжолға келдіңіз ғой. Ақжолға келгеннен кейін бірден енді сіз содан тәжірибе жинаған екенсіз де, мен жаңағы сөзіңізге қарап отырсам, содан тәжірибе жинап біздің ұлтымызға қандай аяқ киім керек деген секілді біздің ауылдастарға қандай үлгідегі, қандай сапада керек дейтін нәрсені содан қорытқан болдыңыз ғой. Оның бір жарқын дәлелі, мысалы сіз Ақжол аяқ киімін жаңа келгенде базарға салған кезде ұлтымыздың жаңа азаматтары бірақ бірден қабылдап брендке айланып 70 тармақ дүкен ашылып кету деген ол кездерде өте сирек болатын біздің басқа маркадағылар. Сонда өзіңіздің ойыңызда осы сыр осында жатыр ма? Сонда жаңа сіздің осы саудадағы тәжірибеңіз бар сонда? Жаңа сол енді біз ауылда дүкен аштық, содан мен бір 7-де мысалы 1000 километр аралық бір апта ғой, бір аптада мен 3 рет үрімжіге барып затым жетіспейді. Кешке дүкеннен таңертең 6-да тұрамыз, кеш батқанша 200-300 аяқ киім сатамыз, содан кешкі ең соңғы автобусқа сөйлесіп қойып, сол кешкі жақын жүрем, таңертең үрімжіге барам, кеш батқанша затымды алам, содан кешкі автобуспен таңертесі автобустан түседі, жаңа зат түгейді. Сондай бір аптада 3 рет затқа бардық, бірақ жаңағы дәрежесіне қарай қызметшілер қалай киеді, әртүрлі мысалы өздерің сияқты өнердегі адамдар қалай киеді, ауыл қыстақ адам соның бәрін адамдар кіріп келген кезде оның қандай стильдегі, қанша нөмірдегі аяқ киімін біле алуым керек та. Естен кіріп келгенде мынау қандай талғамдағы адам деген секілді. Қандай талғамдағы адам екенін, сен қаншасыншы нөмірлі аяқ киімің сен суырып алып шыға алу керек. Кәсіптік мамандық деген осы ғой. Жаңа мысалы мен қазір 2000 аяқ киім тұр ғой, 2000 аяқ киім тұр. Мен жанынан бір қарамайым, жанынан бір өтіп, оның 10 күннің алдында шыққан жаңа модель, Италиядан шыққан, Түркиядан шыққан қайсы, мына табаны қайсы фирмадан шыққан, бірақ бір өткен көздің қырымен шолып өткен кезде мен 30 жыл баққан малым қойым. Қойды әгәретте қой түсінен түстей салатын болса, шынарда бір қой жоғылып деген секілді. Сондай қызғынды болды маған. Бізде тауар мысалы қол тіккен аяқтың сұранысы өте көп болды. 2-ның бері менен сұрайды, неге тікпейсің осыны істе. Сосын мен ойға келдім. Сосын мен Құлжа қаласында жаңағы әзір мына Алматы қаласында қол тіккен тауар қайсыз табанды аяқ киімдер әзір Алматыда мен осы келгелі 20 күн болды. Астана, Қарағанды, осы барлық Шымкент, Алматының негізгі магазиндерді аралап болдым. Бірақ Құлжадан 90%, сода Құлжадан келеді екен. Өзімізде Қазақстанда да тігіліп жатқан, одан да сапалы керемет өнімдер бар да. Бірақ негізі Құлжадан келетін аяқ киімдер екен. Сол аяқ киімдерді мен өзім барып үйрендім. Қанша уақытта үйрендің деңізші? Мен 3 күнде үйреніп шықтым, 3 күнде. Аяқ киім күндізден сон бардым, сауғамда бардым, аяқ киім тігіп жатқан кісіге кезіктім. Ол кісі айтты, сен 1 жыл маған тегін істейсің, содан кейін 1 жыл үйретем деді. Содан екінші адамға бардым да, мен өте үлкен сауғамды алдым, нәрселерімді алып бардым. Мен үйренем дегенім жоқ, мен сен жанында қарап отырам дедім. Сосын отыр деді, қарап отырдым. Таң атқанша 3 сезонмен істейді. Мен таңертең түс ауғанша, түстен кейін жарым түн түссе, 1-2 сағат ұйықтадым, үйіме гостиницаға да барғам жоқ, сол жерде жаттым, жаңағы кісілерді барлық істеп жатқан адамдарды қонақ қылам, жақсы нәрсемді берем, апарғаным біраз ақша, жетісінше бердім, 3 күн тұрдым, әгерде жаздым.
Мына желім мынаға мына желім істеледі, мына желімге мына желім қосылады, мынаның қалы былай болады, мына тігісі былай болады. Сосын 3 күннен кейін жаңа материалды сататын жерді көрдім. Барлық жаңа дүз аяқ киімнің табаны, ішкі құрылысы материалы барлығын терісін алып бардым да мен. 10 күн жапа тарттым, ұйықтағаным жоқ. Тігем, қате кетеді, қолым кесіледі, қолдарымды кесіп алам, содан үйрене бердім. 1 ай деген кезде маған заказ келе бастады. Қолтыққан аяқ киім киеміз. Мен айттым, бұна 1 аяқ киім ол кезде 2 дүз үйена. Күнде 6 аяқ киім шығара алам, 6 тал заказ алам. Таңертең кеш батқанша жаңағы дүкенімізді ашамыз. Кешке балалар ұйықтайды, бәрі ұйықтайды. Мен жаңағы 30 пинпаң бір үй майлап алғанбыз базардан. Балалар ұйықтайды, мен мына жақта аяқ киім тігем, таң атқанша 6 аяқ киімді тігіп, ертеңгі заказды, бірақ артық заказ алмаймын. Соны 6 дүз және ақша табамын. Сонда енді біздегі демалыс 2 сағат қой бір күнде. Бірақ неге сол кездегі біздегі жағдай өз басымызда үй болу керек, өз басымызда ең бір елдің бәрінде мота бар ғой, бір мота алу ғой арман. Соған жету үшін тырысу ғой. Сіздердің қаридарлар енді алармандар былайша айтқанда сапасына көбірек мән бере ме, жоқ үлгісін қуалай ма? Осы соңғы шыққан үлгі деп көбірек келе ме, қандай деп, жоқ көбіне сапасына қараймыз. Біздегі үрімжі бойынша айтсақ, біздегі 90% клиентіміз дым тарта ма, су тарта ма деген талап қояды. Қанша уақыт бізге ызғар тарта ма, қыста дейді ғой кейбір. Дым тартпау керек дейді. Аяғымыз құрғақ жүру керек. Біз соның талабын орындап, дым тартпайды деген кепілдік бере аламын да. Ал екінші, мен басқалардың аяқ киімін сата алмаймын. Ешқандай мықты бренд болса да мен сатпаймын. Неге? Ол дым тартып кетсе, мен жаңа уәдемде тұруым керек. Сенімнен кетем, ол маған әкеп лақтырса, мен ол аяқ киімнің төлеуім керек. Сосын мен жаздың күні, мысалы 6-ай, 7-ай, 45-те 50 градус ыстық болады. Оған қарамай, мен сол өзім барып, қарап отырып, ішкі материалын, жаңа табанның, жаңағы әр түрлі табандар болады, соған ақша қосып отырып, маған дым тартпау керек. Аяғында тіккен завод кесе, мына терісінен мәселе шықпау керек деген әңгімені айтып, сол өзім қарап отырып жасатып келем. Сосын жаңағы адамдарға өз дүз принцип кепіл. Мысалы мен 18-19 жылдан бері миллион аяқ киім сатқан шығармын. Сіздер осы телевизияда ақпарат саласында жүрдіңіздер. Ақ жол аяқ киіміне мынандай мін тағылған интернетте менің артымдан бір сөз естіп көрдіңіздер ме? Сол үшін соған өте ұқыптылықпен өзіме қойған ауыр талабым, бір клиентімнің өзі сол алған аяқ киімнен разы болса, ол тапқан ақша маған берекеті болады деген оймен істеймін да. Үлкен жауапкерлік дейсіз осындағы. Енді жақсы аяқ киім таңдау үшін мына жерден нақтылы көрсетейікші, біздің тыңдармандар, оқырман, көрермендер отыр. Қай жағына мән беру керек? Мысалы, дым тартпайтын аяқ киім, терлемейтін аяқ киім, болмаса материал сапалы деген, мысалы, қай жерлерден білінеді? Оны әретте қарасаңыз өзі бәрі сылдырап тұр, керемет, бәрі тері деп айтады. Бірақ кейбіреулер расын дым тартып кетеді. Сонда қай жағына мән береді? Мысалы, мына аяқ киім крокодилдің терісі дейді, тұмсақтың терісі. Бұл базарда өте қымбат тұрады. Өнен кейін мына қайыс, асты қайыс, оның бір қабат жаңағы каушық шапталған. Бұл аяқ киімдер өте қымбат тұрады. Жаңағы $1000 да сатылады, $500 да сатылады. Бұл да аяқ киімде баға болмайды. Жаңағы материалына адамдарға жаңағы өзінің көзқарасына қаратай жасалады. Қазір енді мысалы мына аяқ киімді біз мысалы 35 мың теңгеден сатамыз. 35 мың теңге. Мысалы біз шетелге шығарып жатырмыз. Олар қаншадан сатып жатыр білмейміз. Ол шетелге барып, мысалы Түркияға барып, Италияға барып, Қазақстанға келгенде $1000 бола ма, онымен бізбен қатысы жоқ. Біз жаңа 35 мың теңге, мысалы юанмен есептесең, жаңа 400 қанша юан, 400 қанша юанмен біз тігіп береміз. Ішкі материалын жаңа сіз үлкен объем істеп жатқан аяқ киім саласындағы адам, сіз ішкі материалын қалай талдайсыз, біз сол материал сап береміз. Арзан, қымбат, ортақал. Жаңа табанда сондай, бұл да біздің мысалы жаңа талда аяқ киім түрі өте көп. Миллион түрі бар, оны айта алмаймын. Мысалы Өнжу қаласындағы аяқ киім фирма заводтарды сіз бірден араласаңыз, бір күнде 50 заводпен сөйлесіп, әңгімелесіп шықсаңыз,
10 жылда сіз заводты аралап түгетіп бола алмайсыз. Басқа ештеңе істемесеңіз де. Сол сияқты өте көп үлкен. Жаңа біз құдықтың түбіндегі бақа деген. Мысалы дүниенің аяқ киімнің жүрегі десек болады. Сол жерден шығады екен не бір. Дүние жүзілік шығады. Японияға да сол жерде тігіп жатыр, Америкаға да сол жерде тігіп жатыр. Қытайдың үнді боласынан. Ол заводтың қазендерінің бірінші емес үшінші адамына кезіге алмайсыз. Сізді қажет қылмайды. Ол авионмен істейді дүние жүзінде. Жер шарында, қойып қойған жер шарында қайсы, мысалы Алматы қаласында Олжа базарында пәлен байып, бір жылда қанша пәленші бөтік, қанша аяқ сатады, бізден жақсы біледі олар. Дүние жүзін біледі. Сонда мен жаңағы айтып отырмын, құдықтың бақасына мен өзім бір қазақ ұлты болып тұрып, Қазақстанда қандай аяқ киім өтеді, Шинжаңда қандай аяқ киім, қанша халық бар, қалай тұтынады, соны білмей мен барған кезде, мен әңгімелескен кезде әгі кісілердің мен сол кезде барып мен әгі құдықтың түбінде ұйықтап жатқан адам екеніңді білесіз ғой. Базар зерттейтін болса, олардың бағыты қалай, олардың климаты қалай, олар қандай аяқ киім, осының бәрін білген соң барып солай бағыттайтын болса. Сол мен 18 жылдан бері бірталай досым болды, досымның балалары ержетті, олар мен аға, мен көке дейді сөйттік, кейін аралықта бұлар балаларына айттым, Дашио Мисана институтын бітірді, университет бітіргенім бұл 4-5 достары отырды, содан мен телефон ұрды, сендер неғып отырсыңдар, мені шақыр, сендермен әңгімелесейін дедім, олар сыра ішеді екен, бір нәрсесін балығын жеді, несін жеді, отырдым, содан бұдан әңгімелесті, содан бұларды біраз арақ ішіп қыза келген кезде бұлар жер шарын зерттеп отыр ғой, жер шарында не кем біз соны істеуіміз керек деп отыр. Және 20-дағы жігіттер, Джунгода миллиард жан саны бар, неше мың қала бар, сода не қажет, не тұтынады, сонда әгілер бір ән естімейді, бір әңгіме естімейді, соны зерттеп отыр ғой. Мен таңғалдым. Міне ел былай жүгіріп жатыр да, не істеуіміз керек, төртеуі отырып, сосын талқылап отыр дейсіз. Сонда мысалы 2014 жылы әгі жігіттер айтты, келешекте машинаның жаңағы әйді техникасы дамиды, біз соның заводын ашуымыз керек деді. Сосын әкелеріне айтты, осыны бастаймыз, онда сен өзің мамандығың болу керек, соны оқы деді әкесі. Сосын жаңағы әйді шырақ ананы біреусі оқыды. Сосын әкелері бұларға миллион доллар емес, жаңа $200,000 ақша беріп, солар бір жұмыс бастады. Әзір дүниелік халықаралық бренд болды олардық. Міне. Адамның ойлауы, өз жердегі адамдардың ой санасы. Ортасы солай ғой енді, олар енді ұшқанда саналады. Біздегі жастарға, біздің Шинжаңдағы жастар кеше бірімен былай мықты адаммен отырдық, таң атқанша 10 сыра пиво іштік, ана әнді жақсы айтты, мынаны айтты. Содан машинаның бренді, оны аналар жасап жатыр да, мақтанбайды, өз жасап жатыр. Сондай әңгімеде бізде жастарда. Сонда үлкен айырмашылық бар дейсіз, осы жағында сауда бәсекесі жағында. Сол үшін ішкерге барып бәрін көру керек, оған қазір тоқталамыз, арнау жастарға немесін сұраймыз енді осы насихатты. Ал енді мынау өз үлгісі бір қарасаң қарапайым секілді. Бірақ бір қарасаң сапалығы да шығып тұр, алуан үлгіде. Сіздердің осы аяқ киімнің үлгісін кім жобалайды, өзіңіз жобалайсыз ба? Жоқ, сол жердегі соңғы жобаларды үлгілерді әкелесіз? Мысалы, әрқандай завод болады екен, заводта жобалаушы болады. Заводтың тағдыры жобалаушыда. Жаңағы жобалаушы деген, мысалы, Дашио, Америкадан, Италиядан, бір жерден арнау үйренген. Италиядан, Түркиядан үйренген емес. Ол шәкірт. Мысалы, мықты жобалаушы бар, 20 жыл аяқ киім жобалаған жобалаушы болады, ол заводтың тағдыры жобалаушының қолында. Сіз заводтың қазейіні болғаныңызбенен, сіздің жобалаушыңыз мықты болмаса, сіздің заводыңыздың келешегі болмайды. Ал ол жобалаушы қандай болады деңіз, жобалаушы шәкірт болады. Мысалы, сіз мықты 20 жыл, мысалы, сіз жаңағы оқып келген болуыңыз мүмкін. Италиядан, Түркиядан, Америкадан, Япониядан осы бір саланың жобалаушысы болдыңыз. Сізге мен баламды шәкірттікке беру өте қиын, сіз алмайсыз. Олар
жаңа тәжірибемен келеді екен, ұрпақ ал сабақтастығымен енді келеді екен сіз ғой. оны жаңа тікелей туысы нағашы жиен сондай туысып болған кезде ол бала жаңа оқуға қызықпаған кезде мен осы мысалы осы жобалау саласында істеймін деген кезде әкесі келіп басын жерге төртіретіп қан шығарып отырып сізден кешірім сұрайды. Балам Өтініш қылатын болды ғой, баламды шәкіртке алыңызшы деп. баламды сізге сол еңкейіп қайтпайды. Сіз тұр деген кезде қуанып бетіңізден сүйеді. Содан сізге шәкірттікке қабылданады. Шәкірттікке қабылданды. Сіз әрқандай жұмысыңызды о баланы боқта, о кезде әкесі саған айтады. Мына баланы саған тапсырдым, қалай істесең, баласына да айтады, осы кісі не десе соны істе дейді. Еті сенің сүйегімен дейтін болды ғой. Сіз оған 1 жылда үйретпейсіз, 2 жылда үйретпейсіз. Барлық жұмыс тамақ кешейін жасайды, кіріңізді жуады. Ол бала болса, содан тырысшаң болса, ол 1 жылда үйреніп шығады, тырысшаң болмаса, мәңгі үйренбейді. Ол жаңағы бізде аяқ киіміңізді уқалату, жуу деген қиын ғой, ол жақта бәрін істете береді. Ол бір ыммен ғана жүреді, ол бала 3 жыл, 4 жыл сонымен барып, сол мықты, ол бала соны үйреніп шыққаннан кейінгі шәкіртін, о да солай тәрбиелейді. Ол өте қиын. Мықты жобагер содан шығады дейсіз ғой. Жобалаушы сол жаңа қысымменен шығады. Зорлықты түрде, сосын одан қателік шықпайды. Кіттей, лиден 0,1 миллион есе ли қателік шықпай шығу керек. Мына бір аяқ киімнің жобаларын сыза салу жоба емес. Мына аяқ киімді жасалып шыққаннан кейін желкесі кең болып, аяққа ауыр болып, мысалы қысып тұратын болып, жаңа 41-ші нөмірі десе, ол саған келмей жеңіл болмай қалса, ол жоба емес. Соны жаңа жобалаушы соның зияны сол көтереді. Завод көтермейді. Сосын жобалаушының жауапкершілігі өте ауыр. Мұны қай жердің емес, биылғы үлгі ме? Мұнау былтырғы үлгіміз. Мысалы, мына аяқ киім болса, табаны жұмсақ. Бізде әлгі каушық табан дейді, жұмсақ мұзда тайғанамай, қыстық дөңгелек деген сияқты. Енді бұл посомға Қырымды былайын айландырып, астынан салып айландырып, көп адамдар осындай үлгіні жақсы көреді, мына Қырымды шаптаған. Сондай. Мысалы, жаңа мына көрекөтолдың терісі. Басқа қандай үлгілер бар енді мысалы? Бізде енді көбінде, мысалы, мынандай қазақи үлгіні, біз өзіміз енді қазақ бренд болғаннан кейін қазақи, мысалы, мына өз кезінде бір әдеттегі гүл басылған, оған жаңа ою түсірген кезде бұның өзі бір түрлі әдемі болса, көз тататын көрінісіменен шығады да. Ал екінші, мысалы, сонымен брендті шыққан кезде басқа ұлт аяқ киім саудагерлері күлді маған. Көптеген қазақ кәсіпкерлер күн мынау жынды болып қалған деді да. Сосын мен 3 жылдан кейін жаңа базарға түскен кезде 5-те 10-да барлығы бренд, қазақ бренд шығара берді. Мысалы, Қаражорға деген бренд бар. Хотандық 6 ағайынды Ардашауда біздің аяқ киімді сатқан жігіттер еді. Сол Қаражорға деп бренд шығарды. Қазақтың маркасы. Менің базарға түскен, менің аяқ киім базарға түскен кезде жетіспеушілік болды ғой бізде. Мен жалғыздылық қой. Ал мен көптеген жаңа туыстарымды, достарымды шақырамын да, кел мына мен жетісе алмайдым. Бізге маған әлі сенбейді. Таңғаласыз да. Бізде саудаға деген көзқарас жоқ. Енді мынаны енді біз енді ұлтымызға арнап жасадық. Бұл енді бұны басқа ұлт қалай қабылдайды? Мысалы, Қытайдар кие ма, ұйғырдар кие ма? Неге деймін, менің сапамды біледі. Жаңа Аруян дейміз, Үрімжідегі ең үлкен әскери докторхана, 1-ші докторхана, 2-ші докторхана, Шөпдәрі Жұмиян докторханасындағы жаңа мықты маман докторлар арнаулы менікін алып келді. Жаңа басқа ұлттар, Ханзу жолдастар, ұйғыр жолдастар, неге? Менікінің ішінде 3 қабат қайыс, оның астында қымбат материал бар. Оны солар біледі. Менің Үрімжідегі клиентімнің негізі 50% жаңағы басқа ұлттар қызметте істейді. Әуелі балаларына, туыстарына таныстырып дейсіз осыны алыңдар. Ол келеді, көреді, олар аралайды да. Мысалы, біз келген кезде сөзсіз жаңағы, мысалы, былай ішін көрсетеміз. Мына аяқ киімнің, мысалы, мына ішін көрсетеміз. Мынау импорт етілген Австралияда ғана шығатын қойдың терісі. Бұл өте майда, жаңа норка, ерлердің норкасына істетіледі. Өте жұмсақ, өнен кейін мына қылшығы жіңішке түбітті болады. Біздің Қазақстанның Шинжаңның қойы мынаған істетілмей істесе, мына аяқтың қосылымы өзгеріп кетеді. Сосын біз былай көрсетеміз. Мысалы, былай көрсеттік, мына ұлтарағын шығардық, мына қайыс салдық 1 қабат. Ұлтарағы, оның астында қайыс бар да,
қалың қайыс бар. Оның астында менің өзімнің техникам, оны айтпаймын, ол техникам бар, құпия, өзім жобалаған сол материалды саламын. Оның ерекшелігі жаңа шуаш кетіреді, аяқтың терлегенін кетіреді, тым тартпайды. Сонда бізде рекламамызда Ақжолдың тауар етігі ұлтарағы 4 қабат, отырмаңыз бос қарап деп Дәлелқан ағамыз рекламасын жасап, сол кісіге мен айтқандықтан ол кісі маған әдетте ол кісіні біз миллион ақшаға шақыра алмаймыз. Шыға бермейді ғой. Ол кісі маған көмек ретінде реклама жасап беріп тұрады. Сондан ал енді бұл аяқ киімдерде енді ең маңыздысы мына көзге көрінбейтін мына үстіңгі жағы. Бұдан 30 юан ақша қалады. Өте көп ақша. Бізде жаңа мынау мысалы мынау 6 юанмен шығады. Ішкі материалы 5 юанмен шығады. Оның ішіндегі жаңа 13 юан. Мына іші көзге көрінбейтін мына іш жағы жалған істетеді. Әр қандай бренд жалған істетеді. Көрінбегеннен кейін сосын аяқ киім тоңады, терлейді. Жаңағы табанына жәшіктің қағазын істетіледі. Оны чаптап тастайды. Ол арзан материал. Сол кезде мысалы шетелге импорт етілген аяқ киімдердің кресі, жаңағы растамашкасы, мына осы екеуінен шығады. Сосын үнемдеп қалады екен осы жаңа жол ақынменен шекаралық бажыны осыған арзан материал салу арқылы. Сосын мен енді көбінде айтамын да, мысалы ол кісілерде мықты атақты кісілер сендер мына аяқ киімді рекламасын көрдім, халықаралық рекламаларда да жүр. Сонда сен үшін жалған істеттің. Жаңа ұлтарағында сонда сені тапқан ақшаңның, сені елді алдап сатқан ақшаңның, оның қалай маған жауап бере аласың деп айтқан. Мен де талайды жаңа ішкі өлкеде сол кісілермен біз кезгеніміз. Мысалы бір тал ғана, екі тал ашқан болады, сол жерде әңгімелесеміз. Сендер неге былай істейсіңдер десек, олар үндемейді. Нең бар, бізге өтсе кетті, ақша тапсақ, ол ақшаны көздеген адам. Ал енді біз Шинжаңда жаңағы 19 жыл істедік, ол бір тал ондай жалған істеп көрмедік. Аз ақша тапсақ та, жаңа бізде қаридар жеткілікті. Разы болды дейсіз, тұрақ қарида ұстап қалдыңыз. Бұл енді тез айналатын сауданың бірі ғой, бұл аяқ киім деген енді әретте. Бұл енді базарға түссе, жаңа орта есеппен бір адам қанша жылына аяқ киім киеді деп сол кез ойлайсыз? Мен ойлаған, мен бір бренд сетін 10 жылда, мен осы бренд шығарғанда мен 10 жылдық жоспар дедім ғой. 10 жылдық жоспармен мен бір бренд сет Шинжаң қазағындағы қазақ кісілер мені қолдап бір талдан аяқ кисе, барлығы емес, бір маусымда бір талдан аяқ кисе болды деп есептеген. Бірақ мен 3 бренд сетке шығардым 3 жылда. Жалпы санымен есептей салғанда солай жоспар. Үлкен көрсеткіш. Қазір енді бұйырып жатса, мысалы Қазақстанға келіп жұмыс істесек, жаңағында 2 бренд сет, мысалы 3 жылдық жоспар жобаменен біз бүгін келесіп ақша табу емес, халық бағаласын, халық білсін. Сенімге кіру ғой, халықтың сеніміне. Сенген кезде бізде той болады, жиналыс болады, басқасы болады. Ана жолдан алып едім, былтыр алып едім, биылда киіп жатырмын. Мынау керемет, тым тартқан жоқ, сапалы екен, бағасы арзан екен деген аңысты біз тарата алуымыз керек. Қазақстан базарына келейікші. Қазақстан базарына жарым жылдай сіз базар зерттедіңіз. Жаңағы айттыңыз, бір қарағанда бір дүкенге кіріп, оның қандай марка екен, қандай материалдан жасалған былай бере қалам дедіңіз. Осы жердегі аяқ киімде көңіл көншітті ма? Жоқ, әдетте қарағанда көп қарапайым халықтың 99% біле бермейді. Сонда көбіне сапалы аяқ киімді көбірек тұтынам екен, жоқ әшейін кішкене сапасы нашарлау екен, негізін ұстап тұрған қалай? Бұл енді барлық адам сапасыз аяқ киім кигісі келмейді. Ақшасы таңдап ала алмай қалады ғой. Ақшасы болса да, болмаса да. Бәрі жақсысы дейді ғой, жақсысы алғысы келеді ғой. Өзіне, баласына жақсысын дым тартпау үшін, денсаулығы үшін алғысы келеді. Бірақ жағдайына қаратай, бұл жерде де бөлінген сапалы аяқтар өте көп. Өнген бұлардың жобалануы халықаралық деңгейде жобаланған өте сынды әдемі. Адамдардың ойы, талғамы, Еуропа стилінде ғой бұл жағдайда ұқсамайды. Өте көркем әдемі шығады, жаңағы кіте өзгерістер кіргізу керек оған. Бағытын білдіңіз ғой, сіз жалпы бір ағарылап шыққанда қандай аяқ киімді киетіндігін білдіңіз ғой? Бағасы жаңағы бір 40-50 процент баға жоғары. Мысалы мен айтсам, 2008-2011-де біз базарға түстік. Сол кезде жаңағы бір әйелдердің етігі біздің базарда
біздің бағадан 10 есе қымбат екен. Біз әкеп сатқан жеке бағадан. Менің қосқан үлесім осы брендті шығарған кезде мен базар теңсеп отырдым. 18 жыл. 3 аймақтың базарын теңсеп отырдым. Ол кезде олар mesela мынаншалық ұзындықтағы іші натурал, таза жүн дейміз ғой. Жаңағы аяқ киімдерді 1000 юаннан жоғары алады екен. Әр ауыл қыстақ 3 аймақта. Ал біз келгеннен кейін жаңағы біз 390-да 320 юан айналасында саттық. Неге? Оның жаңағы тігілу материалы, еңбек ақысы бәрімен шыққан кезде бізге жаңа азырақ пайда қалды. Біз жаңа ауылда 20 юан пайда шегіп жүрген адам жаңа қалаға келгенде 50 юан разы болдық қой. Сосын кейін өзімде таңғаламын. Мен бір Шинжаң базарының мынандай аяқ киімнің жаңа 2,5 миллион қазақ шоғырланған аудан қалалардағы бағасын белгілеп бердім ғой. Мен халыққа деген бағам. Халыққа былай ішкенде бұрын жоқ болғаннан кейін отыр аузында бағасын айтып басқа ұлттың саудагерлері қымбатқа сатып қанап келген болды да сіз келгеннен кейін бағаны теңшеп төлеп тастаған екенсіз. Сол кездегі сол енді бұл да баға болмайды. Сіз ұнатып келдіңіз, мен $200 да сата беремін. Сіз ұнаттыңыз. Жаңа мен айттым, кірген адамы қандай ыстылдағы аяқ киім алатын келе жатқанда біліп болады олар. Түсіндіңіз бе? Сосын ол келеді, ол қандай аяқ киімді ұстайтынын біліп, жаңа бағаны қойып береміз. Сосын мен рекламада, телевизияда, сұхбаттарда жаңағы міне біз түсіндіріп, жаңа бәрін түсіндіріп, ішкі материалы, табаны, ұлтыра. Одан менің аяқ киімдерім ішкі өлкедегі мықты жаңа Шинжаңға істеліп жатқан үлкен жаңағы неше мың брендтер бар ғой. Сол заводтарда менің аяқ киім бірден тұратын болды. Ақжолдың бренді. Неге? Солар жіберген ғой. Мынаның сапасын істемесең, бізге қиын болды. деген сияқты енді ол үлесіміз. Стандарт қылсаған екен ғой. Ақшаны көп таппасақ та, жаңағындай елге деген еңбегіміз, жаңа үлесіміз, оны мен де білмеймін де, сосын жаңа бренд деген нәрсе ақша тауып емес, жаңа көпке деген көмегің, елге деген алғысың, сапасыменен халыққа танылдық деген әңгіме сол. Сосын көп халық қолдады, оған көп рахмет енді халыққа. Иә, халық. Сол қолдаудың арқасы ғой, жаңа 70 қанша дүкен ашылып сізді осы салада ұзақ жыл істеуіңіздің халықтың қолдауы. Ал енді осы Қазақстан базарына кірдіңіз, алғашқы дүкеніңізді мынау осы ал енді осы Қазақстан базарына кірдіңіз, алғашқы дүкеніңізді мынау осы Ақкенттен ашып отырыңыз. Бұл бір қалай десек болады, бұны саудадағы бір тәсіл ма? Енді әдетте көптеген дүкендерді аяқ киімнің базарының ішінен ашу үшін сізді осы тұрғындар районының ішіне ашудың өзі бір сауданың тәсілі ма деп мен соған қызық қалдым осы. Қалай аштыңыз осы жерде? Мысалы жаңа бізде менде сол 10 неше жылдан бері қаратай жаңа Астана, Өскемен, Талдықорғанның, осы Алматының жаңағы Көксу, Қарағанды, жаңағы Көксу районында бізде клиенттер бар. Бірақ мен айтып көрдім, біз идеясын өзгертіп, мына брендпен істе, біздің брендті таныт істе дедім. Бәрі мойындамайды, өзінің ғана ойымен, өз ойымен ғана жаңағы ой өрісі жаңағы ауылдан аспаған идеямен күндік сол mesela жылдық кіріммен ғана отырды. Сосын мынау Арлан, Ақкент, Арлан Плаза деген, Арлан деген менің енді 25 жылдың алдындағы екеуміз Арлан шетелге 18 мемлекетке аяқ киім істеді. Мен мына Шинжаңға істедім, сол қазақтардың екеуміз, сонымен екеуміз бірімізді іздесіп, табысып, дос болып ішкі өлкелерде бірге тұрып, бірге жүріп, қаншалық қиыншылықтарды ол Арланның өзі болған болса айтып береді. Мына киіміміз тер болып, бір күнде дүз завод аралауымыз керек, міндет. Дүз заводтың қазайынымен сөйлесеміз. Дүз завод аралаған 48-де 50 градус ыстық. Жетініміз жаңа кішкентай ғана бір күріш жейміз. Сол пәлен жерден пәлен жерге барған үйренген қана бар ғой жаңа. Үйренген қанаға жеткенше 50 заводқа сөйлесіп барамыз таңертең ерте тұрып. Сонда жаңа киіміміз су болып, ашханаға кірген кезде қарита болып қалады, қарита. Терімізден. Сол сияқты қиыншылық күндерде бірге өткенбіз, бірге болғанбыз, дос болдық, біріміз қимас дос. Сосын досым осындай біздегі клиенттермен осы бренд істе деп жатыр. Менің бұл жаққа келіп, мен бренд ашып, дүкен ашып тұратын менде уақыт жоқ. Жаңа өзіміз завод ашып жатырмыз Венжу қаласынан. Жаңа Үрімжіде таратып отырмыз. Қорғас Емсепесте және бір үлкен дүкен алып жаңадан бастап отыр. Мені мұнаға мен шамам келмейді.
осыған өзің бас көз бол, осы аяқ киімнің жемісін көргесің. Қанша адамға бардым, оның барлығы енді ой тосын бір ауыз сөзің міне осы үйдің ең бірінші осы Арлан Плазаның бірінші қабатындағы бірінші керемет үй. Ақының да керегі жоқ, аранда да алмаймын, істей бер болды. Бір ауыз сөзің деді, содан келіп отырмын. Бұл енді мына осы мына ғимаратта бірақ сол Арлан Мырзанікі ғой, жалпы осыға келетін қаридардың жаңа клиенттің аларманын бір жерден көреді ғой, соған енді бір жағы солай да болуы мүмкін. Енді біз осы жерде зомбо мысалы орталық Қазақстандағы негізі орталық деп ойлаймыз. Жаңа біз диванда орталықпыз ғой, сол сияқты осы жерден жаңа Қазақстандағы әрбір жерге тармақ таратылатын, мысалы дүкен ашатын, бізден объем оптым алатын кісілер өз жерге келіп сөйлеседі деген. Мына бір былайша бір үлгілерді көрсететін әңгімелесетін, үлгісін көрсететін жер. 90% үлгі, мысалы неше дүз бір үлгі өз жерге келеді. Ол мысалы клиентке ғана көрсетіледі, қағаны көрсетілмейді. Ол енді сауданың аяқ киімінің құпиялығы сондай. Ал енді жоспарыңызбен бөліссеңіз, құпия болмаса, қанша уақытқа жоспарлап жатырсыз? Мысалы жалпы Қазақстанның базарын ашып, осы Қазақстан халқына осы сапалы аяқ киімді қанша уақытта жеткізіп кигізіп болуға болады енді жалпы? Біз енді жаңағы интернет жоқ. Автобуспен жаңағы Шинжаңның жаңағы 30-40 аудан ауыл қыстағы неше дүз 3 айда аралағып болған мен. Әдеп бренд шығар. 3 ай аралағып мен үйге келгем жоқ. Мысалы бүгін анауын, ертең анауын, бүрсі күн мынаудан 3 айда аралап болдым. Жаңа 3 жылда 10 жылдық жоспарды 3 жылда орындадық қой. Біз енді 3 жыл демеймін, 1 жылда негізі әрбір аудан қалаларға мысалы ашпасақ та адамдарға танытып бола алсақ болуға болады. Әзір интернет тез ғой, секретмен даму ғой, тез ғой. 3 айда да болады негізі. Оның өзінің сұлобы, оның өзінің амалы бар. Ол енді біздің кәсібіміз сол ғой, енді біздің кәсібіміз. Соған жеткізсін. Ал енді бізді көріп отырған оқырмандар, көрермендер, жалпы осы біздің Қазақстанға да, Қытайдағы жалпы дүниежүзінде кең тарайтын Жолашар ақпарат орталығы өз солтүстіктегі өңірлерге, шетте қандастарды орналастырып жұмыстармен де шұғылданамыз. Сонымен бірге және міне шеттен келген қандастардың осындағы тұрмыс тіршілігі, осындағы істеп отырған саудасы, елге сіңіріп жатқан еңбегі туралы көбірек дәріптейміз. Мүмкін көріп отырған болсаңыздар, осы Ақжол аяқ киімі керемет бренд бағаны бір осы 20 жылдық маманы, осы аяқ киім зерттеген, осыны ұзақ жыл істеген тәжірибесін өткен Ысқақ ағамыздан тыңдап отырсыздар ғой, жаңа көрдіңіздер, өткен тәжірибесін айтып жатыр. Осы кісімен селбесіп, әр жерден, әр облыс, аудан, ауылдардан тармақ дүкен ашып кетуге болады, затпен бұл кісі қандай. Ал енді бір немене шарттарыңызды айта кетсеңіз болады, егер осы әрбір аудан, қалалардан, ауылдардан осын тармақ дүкен ашамын, саудасын істеймін, осы аяқ киім саласына кіруші едім деген жаңадан ортаға қосылып жатса, сіздерге шарттарыңыз бар ма енді осындай болғанда бізбен селбесе аласыз деген? Тауармен қандай аласыздар ма? Бұл енді мысалы бұда қаржы болу керек, бірінші, екінші сенім болу керек. Бізге сенсе, біз олаған. Ал үшінші, мысалы алма, сауызға тұс деген сауда болмайды. Сөзсіз мысалы бізге алдын ала 1 ай бұрын біздің мысалы келер жылға 3-ші айдан былайғы шығатын көктемдік модельдеріміз шығып болды, 200 түрлі. Ол мысалы жаңа былайшасын айтқан Түркістаннан дүкен ашпақшы, Түркістаннан ашса, ол сол кезде келіп мынадан 10 тал, анадан 20 тал, жаңағы мысалы 200 50 мың доллар болса, соның 30%-ін бізге закалатқа берсе, біз сол үшін жұмыс істеп соны шығарып береміз. Барлық сауда сондай. Үлкен брендтерде солай. Аула кейбір үлкен брендтер алдын ала жаңағы 30 мың, 10 мың доллар ақшаны закалатқа ұстайды. Біз бір тиын закалат ұстамаймыз. Затты жаңағы ең төменгі бағамен нағыз бересіздер ғой. Өзі ойламаған бағада объеммен оптым береміз. Өзі ойламаған бағада. Ал екінші, жаңа сіз айтып жатырсыз, солтүстікке әр жерге адамдарды ұйымдастырып жатырсыз дейсіз. Мен жастарға айта кететінім, мысалы ол жаққа баратын адамдарға айта кететінім, сөзсіз жаңағы бір 10 мың юан ақша деген жаңағы бір аттың құны, бір сиырдың құны ғой қазір. Өз достары, 3-4 ағайын туыстарының баласы сөзсіз ішкі өлкеге барып, ауыл, қыстақ, Гуанчжоу, Фузян, Жоцзян, Jiangsu деген 4 өлкенің Хэби, Шыңду, Чунцин сияқты өнеркәсібі дамыған қалаларды 1 ай айланып көзімен көріп келіп барып сосын кесе ой санасы өзгереді.
соның ішіне миллиондаған сауданың заводтарды көреді. Сосын соның ішінде өзі қызығатын біреуменен техника сөз алмастырып жұмыс істесе, онда тіпті жақсы бір өнерменен кесе жақсы. Ал екінші мысалы бір поварлық ашпаздықтың өзі үлкен өнермен кесе дейміз. Келген адамдардың ешқандай өнері жоқ, ойбай андай екен, ойбай мынандай екен. Не берем деп келу керек болды ғой. Сонда өнерменен келіп өнерін осы жақтарға халыққа үйрете алса, емесі халыққа таныта алса, мысалы сауданың бізде, мысалы саудада үлкен мысалы Шаосың Ехаусың өте ұсақ көзге көрінбейтін сауда, ең жақсы сауда. Біз үлкенге жүгіреміз, бұдан нәтиже болмайды. Алпауыттардың аузына соны деп несіне үлкен жұтылып кетесіз. Ол үлкен нәрсені үлкен дүниеде халықаралық байлар оған қосып жағында сіз оған кіре алмайсыз. Сіз адам көзіне көрінбейтін ұсақ жаңағындай кішкене саудаларға кіру керек. Мысалы мынандай пижане осыны шығаратын жаңа Өнжудағы заводтардың өзі шірікбай. Осының біреусінің жаңасын тапқырлап шықты. Ол киімге де түседі, норкаға да түседі, жаңа сапа орындыққа да қояды, аяққа да қояды, барлық нәрсе. Соның өзінен біреуін тапқырлап шықса, ол миллиардер болып шықты деген сөз. Оның объемы чек. Біз енді дүниеге жасай салғымыз келеді, бір жылда бай салғымыз келеді. Ондай ананы көзі. Жаңа мысалы осыларды біз кейбір заводтарына бар баға таласамыз. Осыларға баға таласамыз ғой. Бұның бағата жаңа бірінші қазайын көрмедік оны, жаңа сатушысын ғана көріп тұрмыз, бізде объем жоқ. Сол сияқты. Соның үшін жаңағы миллион түрлі ұсақ түрлі сауда бар, соның ішінде сол көзге көрінбейтін, адам ойламаған, сондайдың өзі жасай алатын, сондай техникасын үйреніп, алдырауға болмайды, жас болса. Соны үйреніп, барлық мамандығын меңгерсе, ол өте керемет болады. Соны мен айтарым, жастарға құр қара дүрсін, екі ауыз сөз. Ал екінші ақылды, mesela ауылдан аспаған адамнан ақыл сұраудың қажет жоқ. Олар бұрынғы mesela біздің дәуіріміз өтті. Әзір техника дәуірі. Қандай заман? Күннен күнге ұшқан құстай дамып бара жатыр. Өнерсіз адам ертеңгі не болады? Оны біз де білмейміз. Енді өзіңізге осы бір-өмір осы аяқ киім саласыз десек те болады, осы табандылықпен келе жатырсыз. Қыр-сырын игердіңіз, оң жамбасыңызға келетін де жұмыс өзі әзір сізге сондай оңайда болып қалған болуы мүмкін, басқалар үшін жұмбақ осы жұмыстар. Ал осыған бір әттеген айтып бір өкінген кездеріңіз болды ма? Бір шаршаған кездерді? Жоқ, мен өкінбедім. Егер 20 жасыңыз қайта берсе, қайтар едіңіз? Жоқ, мен өкінбедім. Неге десі? Адам өмірге бір келеді, екі келмейді. Мен осы кәсіпті талдадым. Енді және бір кәсіпті талдап, және бір өмір бермейді ғой. Соның үшін мен күніне 2 сағат, менде 3500 мың аяқ киімнің фирмасы бар. 3500 бір үй шатымда қанша дүз жаңа шунды немене дейміз ана? Группа бар. Соған 2 сағат көріп бүгін не шығып жатыр, не қойып жатыр, қандай күндік жаңалықты көріп отырады екенсіз, қандай үлгіде аяқ киім шығып жатыр. Қонаққа барсам да үйге келіп, соны 1-2 сағат көремін, сады көремін. Көрмесем мен ұйықтай алмаймын. Мен соған құмармын сол кәсібімде. Міне, кәсіпті осылай сүю керек қой. Сол нәтиже ғой, содан жинала келе бір күн нәтиже беріп жатқан сол ғой, күндегі көзді қанықтырып соны бәрін зерттеу. Бұда мен көрдім енді, бұда мисалан бір күнде 1 миллион демейме, Қытай ақша, біздің Джунгоның ақшасына 1 миллион ақша тауып жатқандарды көрдім, 86 жылдан бері қаратай. Күніне бір брендтің күніне жаңағы 200 мың доллар тауып жатқандарды көрдім. Біз қайтеміз, неге соның бір пәнсетіне жетсек деп тырысамыз. Соны үйренуіміз келеді. Бұл бір үлкен сала. Өте үлкен сала. Бұның түбіне жету қиын. Жаңа менің ерекшелігім жаңағы үлгілерді өзгертіп жасау. Жаңа жобалау не, дизайн ғой, жаңа мен суретшісімін ғой енді. Мұнан посом, бірақ жаңа нақ жобалаушы емес, жолыбалаушы жаңағы мамандар. Ондай ол жаңағы ол жауапкершілікпен барлығын сызып, ине жібіне шейін бір сәнті жаңағы ерлердің аяғы 37-тен 48-ге шейін болса, соның өзі бірден жобалап, сол сенің аяғыңа келген кезде ол қыса де болмаса, болмай қалса соған жауапкершілік береді.
жүрегіміз сондай болып біз жаңағы дизайнын жасаймыз, жобасын жасаймыз, сонымен бірге отырып, соның бірге қарап отырып, соның жаңағы моделін жасап шығамыз. Жасап шыққан сәтті болу ұнаса, қадағалап отыру керек болып отыр. Енді Ақсұңқар маңайына шашып жейді, Қарақұс бауырына басып жейді дейді. Ол жақта да енді бір жағынан енді халықтың қолдауымен біраз нәпақа таптыңыз, бірақ оны халықпен бөлістіңіз, Жарыл Жақпайға көмектестіңіз, оны енді айта бермеуші едік, бірақ жақсының жақсылығы нұр тасысын дейді ғой. Мына көріп отырған тыңдарман оқырмандарға енді ол жағынан бір үлгі болып жатқан, енді тапқан табысының бір бөлігін сол жаңа Жарыл Жақпайларға көмектесіп, кезінде балаларға да қаншама аяқ киім тараттыңыз. Ал енді осы жақтара сондай бір соны жалғастыру сондай жоспарлар бар ма? Енді оны әрі айта бермейді ғой, бірақ десе де енді кейде бөліскіміз келеді. Үлгі болса екен дейміз ғой енді. Енді ғой мысалы біз енді бала кезімізден жаңағындай қиыншылықтарда болдық. Біреулер бір лағман жеп жатса аузымыздан сілекейміз алып, қашан бір бізде ашханалардан, асханалардан тамақ жейміз деген арман болды. Сосын кітте ақша тапқан кезде өзіміздің ауылдастарға жаңағы бізде асып қалған аяқ киімдерді түнделетіп, кешкелетіп шақырып алып, мынаны киіңдер деп содан жалпыластырдық бала кезінде. Сосын мен Үрімжіге бардым, Үрімжіге барғанда мен іздемедім. Көптеген игі жұмыс істейтін адамдар мені іздеп келді. Мынаны қайтесің жәрдемдесем. Жаңағы Шинжаң көлеміне түскен мықты үлкен атақты mesela автоном район Шинжаң Үрімжідегі үлкен басшы кәдірлер ауыл қыстаққа барған кезде сүйретпемен жүрген аяқ киім жағдай келмейтін адамдар бар екенін көріп мені іздеп кел, сен осындай бренд істеп жатырсың, біздің түскен қыстақта 200 бала бар, 200 адам бар, осындай бір жағдай келмейді деді. Ой, өте жақсы келдіңіз, маған резберін беріңіз, мен сізге жіберіп берем дедім. Сосын мені 2010 жылдан бері қарата 200 қанша рет mesela жаңа өкіметтің алғы идар орындардың алғыс хаты келді маған. Енді жаңа доғдырханада қиналып жатырмыз, осытып жатырмыз дейді. Оң қолың берген, сол қолын интернетке шығармадық қой. Шығарып көрмедік. Білсін дейді. Сосын оны өзіміз барамыз, шамамызға, жағдайымызға қаратай көмегімізді атап тұрдық. Келген адамның, mesela өнердегі азаматтарда көптеген жұмыста қолдаушылық жасадық. Көптеген рекламарлар болсын, ой өстіп жүгіріп келді, ешкімнің алдына қайтарып көрген жоқпын енді осы 20 жылдың ішінде барлығына. Оны біз көріп жүрміз. Шамадан келісінше жағдайымызға қаратай, өзімізге немізге қаратай көмектестік. Оны біз көріп жүрміз және елден естіп жүрміз. Ол енді сіз айтпай аяқ қойыңыз, оны біз айтып жүрсек, ел айтып жүрсе, ол жарасады, қандай жақсы. Сіз мен бірақ мына жерде енді мына жерде сөйтіп жатыр дегеннен гөрі сіз әдетте ешқандай жерде айтпайтынсыз бұны. Осында мен әдейі сұрап отырып. Неге дегенде біздерде қаншама кәсіп істеп отырған жігіттері бар, осы табыс тауып отырған. Осы жағынан үлгі алса екен деймін де, ол біреу барлығынан шашпайды. Ол дегенім пейілдің кеңдігінен болатын дүние. Біз көп елден естиміз. Сіздің қайырыңызды көрген адамдардың барлығына. Сол үшін енді осы жақтағы жаңа жоспарыңыз сондай бір жалғастыру жоспарлар бар ма? Асыл айтпаушы деген сұрақ қалдым. Жоқ. Бір мәлім бір кісіге бір қыстақта 300-дей қиыншылығы бар жансаң ғой енді. Семьясында 4 адам болып 5 адам барлығын жіберіп берген кезде мен өте рақат сездім. Міне, қараңыз. Қара, анаған бердім, сонша 300 адам маған енді оны мен көргем жоқ бірінде. Олар маған біреусі хабарласқан жоқ. Жаңағы топтыға, жаңағы сенімді сол жердегі ауылға жауапты автономнан түскен кәдірлер. Ол өзі кимейді, ол өз қалтасынан да ол кісілер көмектесіп жатыр да. Сонда өзің біртүрлі рақат сезінесің, өзің көңілді жүресің. Әуелі сол күні мен рақат ұйықтаймын. Өте дема қуанып жүрем ғой өзімнен. Қолдан кептіруге көмектесе алу деген нәрсе. Оның өзі ана жүрегіңнен бір түрлі сосын мен соны тіпті әуелі іздейтін болдым. Мен ана кәдіріп, мына кісі ана Қотанның бір қыстағына түсіпті, Іленің бір қыстағына, Шәуешектің Алтайдың қанша адам бар, маған санын беріңізші деп әгін жіберген кезде жаңағы өзіңде бір күшті энергия болады, энергия пайда болады. Сөйтеді ғой, жақсылық деген. Көптің алғысы ғой, ол көп ана жақтан алғысы ықыласы келіп жатыр ғой. Бұл нәрсені сөйттік, енді мен оны ешкімге жарияламадым. Бір жылы 2023 жылы автоном райондық Қоңан саласы, заң саласынан үлкен бір заң бақылау депутатын алмақшы болды.
Сосын мен ойымда ештеңе жоқ, көптеген мисалы мұнай шонжарлары бар екен, миллиардерлер. 16 адам бар екен, соның ішінен бір 4-5-еуін алады екен. Барды, сосын мен мына жақсы сөйлей алмай, мені бір кісі таныстырған кезде, әлгі жерде жоғарыдан келген басшы менен сұрады, сен мына партиялықсың ба? Жоқ, мен диқанмын, жаңағы егін малшымын дедім. Содан артынан жозыны бірді қойды. Мынау болса да бізге заң бақылау, mesela заң саласын үстінен бақылайтын жаңағы бір депутат дейді, сондай болу керек деген сияқты. Соның менің ана жаңағы істеген игісім сөйтіп айланып келіп отыр ғой. Алдыңыздан шыққан игісі көрдіңіз ғой, көптің ықылас тілегі. Сосын мен не деймін, мен бұны қалай істете аламын, мен кімді басқарамын, мен кімші сұрадым ғой. Сен қалай басқарсаң солай басқар, өз еркің, қандай жерге кірген кезде солай кір, бердік саған құқықты деді ғой міне. Енді ақ жол сізге не берді, сіз ақ жолға не бердіңіз сонда? Қайсыңыздың бергеніңіз басымырақ? Бұл енді ақ жол деген бренд енді маған бергенде, маған жігер берді, адам бар менен сенің біздің шығарған затымыздың сол қаридарларымыздан көп деген батасы, разылығы болды маған. Соған мен ғана қуанамын. Сосын бұны жаңағындай жалғыз жаңағы өрімізде Шинжаң қаласында, Шинжаңда емес. Жаңа біздің mesela Тибеттерге де кетіп жатыр, Шизанға. Шинқайға кетіп жатыр, ішкі Моңғолға, сыртқы Моңғолға, жаңа негізі біз суық районға қаратылып жасалған ғой. Сосын өзіміздің қазақ мемлекет, қазақ ел осы жаққа келіп, осы мысалы өздеріңіздің міне энергия, сіздерге міне тұйықсыз, сіз мені іздеп, мен сізді қай алдың күні кафеде кесіп қалдық. Шай ішіп отырып, оның барлығы сіз аңсап жүрсіз, мен сізді армандап жүрмін да, энергия. Сосын осы жаққа келіп, осы сапалы аяқ киімімізбен ең төменгі бағада халыққа бере алсақ деген ойымыз бар. Қолжетімді бағада халыққа сапалы аяқ киімді халыққа арзан бағада кие алатындай мүмкіндік жарату дейсіз ғой. Ол үшін көбірек бізді көрермендер көру керек, көбірек оқырмандарға жолдауымыз керек. Сол үшін мынау жаңадан міне өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің осы жерде бір айта кетейін, біздің оқырмандар, көрермендер былайша айтқанда аяқ киім саласында 30 жылдық еңбек сіңген. Сонымен бірге осы саланы жетік білетін, әр нәрсені өз маман істесін дейді ғой, шымшық сойсын, қасап сойсын деген секілді. Осы саланы 30 жыл зерттеген, осының бел ортасына кіріп араласқан, өз қолымен осы етік тіккен, ең сапалысы қандай болады, ең ұнамдысы қандай болады дегеннің бәрін зерттеген үлкен осы саланың маманы, жетекші маманы міне келді, бұйырса Алматыға алғаш дүкенін ашып жатыр. Қазақстанның базарына бір жақсы аяқ киім, былайша аяқ киім саласында төңкеріс болған Қытай қазақтарының ортасында. Ақ жол деген маркалы аяқ киім, өзіміздің бренд, міне қазақ, тұңғыш қазақ бренд болады аяқ киім саласындағы. Бұйырса осы жақта да сондай қарсы алады деп ойлаймыз. Өйткені сапа біледі, оның кейін осы саған тәжірибесі, оның кейін көпке деген жақсы ықыласы білетін дүние. Бұйырса 18 жыл Қытай қазақтарында басқа ұлттарға да, Тибеттер, Моңғолдарға, ұйғырларға да керемет сатылған, сапамен мойындатқан әсіресе. 70 тармақ дүкен ашылған, жылына неше миллион аяқ киім сатылған ақ жол маркалы аяқ киім осы тұңғыш рет ашылып отырып, соған біз ашылу қарсаңында келіп осы жердің арнаулы видео жазып жатырмыз. Сіздерге барса екен деп. Сау сәлемет болыңыздар.